Жылға ауылдық округінің орталығында кезекте тұрған азаматтарға жер беріледі. Сарыағаш ауданында бірнеше жыл қатарынан тұрғын үй салуға жер телімін беру жұмыстары жүргізілмеген болатын. Енді міне сабақ тейненің сәті жетіп, 420-ға жуық отбасы қоныс тойын тойлағалы жатыр. Жылға елді мекен аумағында ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 42 гектар жердің құрылыс жұмыстарына республикалық бюджеттен қаржы бөлініп, 16 шақырымына 373 дана бағына, 4 дана трансформатор, ұзындығы 6145 метр көшеге шағал төсеу жұмыстары жүргізілген. Жалпы бөлінген қаржы 150 миллион теңгеге жуықтағанын айтқан аумақ әкімі атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. Жалпы Жылға ауылдық округінің Жылға елді мекенде бүгін таңға 42 гектар жер ел мекен шегінен тұрғын үй құрылысы үшін бөлініп отыр. Жалпы былтыр республикалық бюджеттен 102 миллион теңге қаржы бөлініп, оның электр жабдықтау, электр желілері тартылып, жаңадан құрылысы жүргізілді. Сонымен қатар биылғы жылы 6 шақырым жолға тас төсеу жұмыстары жүргізілді. Оған жергілікті бюджеттен бізден 47 миллион теңге қаржы бөлінді. Жалпы қазір жер кодексінің талаптарына сәйкес жаңадан тұрғын үйге учаске берілетін жерлердің инфрақұрылым жүйелері жүргізілді деген талаптар орындалып отыр. Яғни электр желілері тартылды, жолдар істелді. Жылғаның жер кезегінде тұрған азаматтардың саны 455 адам. Бұл 2013 жылдан бергі көрсеткіш. Алайда жаңағы 455-тің 420-сына тұрғын үй құрылысын жүргізуге рұқсат берілетін көрінеді. Енді біз қазір жалпы дайындық жұмыстарын бәрін жасап біттік. Осы алдағы аптаның ішінде жер беру жұмыстарын бастаймыз деп қарастырып отырмыз. Қазір соған қатысты тиісті құжаттарын рәсімдеу жұмыстары жүріп жатыр. Жалпы енді жаңа кезекте тұрған 455 адамның 420 азаматқа біз енді өтініштерін қанағаттандырамыз деп қазір жоспарлап отырмыз. Сол азаматтарға тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелері берілетін болады. Толықтай беріледі ғой? Толықтай беріледі. Бірінші кезекте жаңа инфрақұрылым мәселесі бұл ең өзекті, ең уақыт ұстайтын мәселе сол инфрақұрылым жүйесін жүргізу. Біраз уақыттан бері тұрғын үй үшін жер ала алмай келген тұрғындардың саны көп. Сондықтан да Жылға ауылдық округі аумағындағы 8 елді мекенде де осындай инфрақұрылым тартып, ел игілігі үшін жер беру жоспарда бар дейді Жылға ауылдық округінің әкімі Ғабит Бижанов. Бұдан басқа біз енді Жылға ауылдық округінен жалпы 8 елді мекен бар ғой. Басқа да елді мекендерде осы жұмысты жалғастырсақ деп ниеттеніп отырмыз. Қазір таңда біз енді Қаралпақ елді мекенінен, Шымырбай елді мекенінен қосымша осындай жер учаскелері бөлуді жоспарлап отырмыз. Қазір соған тиісті жаңағы инфрақұрылым жүйелерін жүргізуге құжаттарын рәсімдеп дайындап отырмыз. Аталған елді мекен шегіне кіргізілген аумақ жайылымдық жер есебінде жер ме, жоқ әлде басқа мақсаттағы ма еді? Бұл енді жалпы жаңа бөлінген 42 гектар жер, бұға дейін ол ауылдың ортақ жайылымдағы жері болып саналып келген. Бұл тиісті заң талаптарына сәйкес елді мекен шегі ұлғайтылды. Жаңа тұрғындарға жер учаскесін беру үшін сол жер арнайы мақсаты өзгертіліп, жер учаскелері үшін беріліп отыр. Жылғадағы жер учаскелерінің тиісті жұмыстары толықтай әлі бітпеген. Соңына жеткен бойда кезекте тұрған азаматтар өзінің қоныс тойын тойлауға мүмкіндік алып, 10 соттық жердің иесі атанбақ. Мейірхан Бақытжанұлы, Ерлан Сәрсенбеков, Сәтілі арнасының жаңалықтар қызметі.